қылмыс пен құқық бұзушылықтың алдын алу, одан кейін болдырмау мақсатында жылда жиналыс өткізіп, үгіт насихат түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Біз 28.867 оқушымен аяқтадық. 25 мамырда қазіргі таңда біздер әлі тоқтаған жоқ. Оқушы келіп жатыр. Жасқа толмаған оқушы, студент болсын, жауапкершілікке тартылып, сол баппен 127 баппен. Ары қарай аудандық болсын, полиция бөлімінің есебіне аласыз. Ардагерлердің сіздерге деген талабы, өтініші өте жоғары. Жаңа шығып сөйлеген жолдастардың барлығының да баяндамасы өте жақсы болды. Ержан Жұмабаевтың айтқан сөзі бар ғой, мен жастарға сенемін деп. Сол сияқты еліміздің тұтқасын ұстайтын осы сіздер.